Қайырлы күн, құрметті әріптестер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге нейрогимнастикалық жаттығуларды ұсынамын. Балалардың сөйлеу құзыреттілігі жоғары деңгейде қалыптасуы ұсақ қол моторика тәсілдері мен құрылымына байланысты. Ұсақ қол саусақтарының қимылы алғаш дамитын, содан кейін сөйлеу құзыреттілігі дамитын ғалымдар өздерінің зерттеулерінде дәлелдеп кеткен. Мен сіздерге қазір өзім сабақта қолданып жүрген бірнеше нейрогимнастикалық жаттығуларды көрсететін боламын. Егер менің видеом ұнаса, онда менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің назарларыңызға өзім осы сабақта қолданып жүрген нейрогимнастикалық жаттығуларды ұсынамын. Олар алма ағашы және қоян, ешкі, сонымен қатар саусақтарға арналған нейрогимнастикалық жаттығулар. Сонымен қатар қолымызды айқастыру арқылы жасалатын нейрогимнастикалық жаттығулар. Бұл қолмен айқастырып жасалатын нейрогимнастикалық жаттығулардың одан әрі күрделендіру үшін оған жаңылтпаш қосып жасауға болады. Жаңылтпаш қосу арқылы жасалатын нейрогимнастикалық жаттығуларды жіберіп алмас үшін менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесіде мен сіздерге сол жаңылтпаш арқылы жасалатын нейрогимнастикалық жаттығулар туралы видеомен бөлісетін боламын.